сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тегін сабақта сіздерді көріп тұрғаныма қуаныштымын. Осы сабақта біз тереңдетілген интерактивті тапсырманы құрастыруды және де сергіту сәттерін қайдан орналасу, қалай қосу керек екендігін және де қосымша материалдармен танысатын боламыз. Ал олай болса, кез келген браузерға ai.mектепкарт.kz десеңіздер, сіздерде алдарыңызда мектеп AI платформасы шығады. Бұл жерде сіздер 2 күндік тегін қолдану мүмкіндігін пайдалана аласыздар. Попробовать бесплатно батырмасын басу арқылы осы жерді толтырып, номерларыңызды жазып, парольді жазып, зарегистрироваться ете аласыздар. Кіргеннен кейін бізде осындай терезелер ашылады. Ең бастысы, бұл жерде әртүрлі функциялар бар, барлығымен таныссаңыздар болады. Бізде мысалы сергіту сәті функциясы қосылды. Мысал ретінде қазірге осылар тұр, құндылыққа байланысты қимылды оюларды қосып сабағымызда пайдалана аламыз. Мысалы қарайық. Яғни бізде осындай сергіту сәттер бар, осыларды ашып қолдансақ болады. Мынау трендте жүрген сәттер. Одан кейін бізде дайын ресурстар бөлімі қосылды. Бұл жерде өте көптеген ресурстар кіріктірілген ішіне. Мысалы ретінде кез келген бір пәнді таңдайық. Шатасып қалдым ғой, барлығы алдымда тұрғандықтан. Мысал ретінде жаратылыстануды таңдаймыз. Жаратылыстануға байланысты осының іші барлығы жаратылыстануға қатысты болып келеді. Сабақ жоспары дегенді таңдайық. Және де сыныпты таңдасақ болады. Енді 5, 6, 4 деген бар, 5-ші сынып. Және де мына жерде сабақ жоспарлары шығады. Арасында қарым-қатынас, қымыжының жоспарлары, онымен қоса бұл жерде енді көрнекіліктері болады. Еритін, ермейтін заттар деген сияқты, соның барлығын қалағаныңызда жүктеп алсаңыз болады. Өте көптеген пәндер және бағыттар кіріктірілген. Әрі қаратай бізде жиі құралдары бөлімінде интерактивті тапсырма бөлігі қосылды. Бұл бізде тапсырманы тереңдетіп жасайды. Бірден айтайын, жеңіл тапсырма емес, тереңдетілген креативті тапсырма құру. Мысалы, пән таңдаймыз, география. Сыныпты таңдаймыз, 11 мысалы. Тақырып таңдаймыз. Тақырыпқа мен ктж-дан алайын. Так. Мына тақырыпты таңдайын. Мақсат таңдаймыз. Негізі мына жерге сабақ мақсатын енгізу керек, бірақ та мен ктж-дан қарап жатқандықтан оқу мақсатын енгізе берейін. Осы жерге сабақ мақсатын енгізесіздер. Анықтау деп тұр, менде бұл Bloom деңгейін таңдасаңыздар болады. Анықтау деген бізде төменгі деңгейлердің бірі. Мысалы ретінде мен түсіну батырмасын таңдаймын. Әрі қаратай, жалпы егерде деңгейлеріңізге қарайсыздар, қандай деңгейді қаласаңыз, сол деңгейде жасап береді. Одан кейін жұмыстың түрі, яғни балалар жеке жұмыс ретінде бола ма, бұл топтық бола ма, жүктік болады ма? Мысалы мен топтық дегенді таңдаймын. Әрі қаратай, біз әдіс таңдаймыз. Осы жердегі әдістер ұнаса, осылардың бірін немесе өзінің ұсынуын сұрайсыздар. Мысалы ретінде мен жоба немесе кей-ситуация дегенді таңдаймын. Одан кейін функционалдық сауаттылық сізге қажет па, қосылу керек па, өзіңіздің дискрипторыңызда жазасыз. Өмірде қолдану жолын анықтайды, айтады. Функционалдық сауаттылық дегеніміз енді өмірде қолдана алу қабілетті ғой. Сондықтан солай жазамыз. Уақыт жазамыз, 15 минутқа бұл тапсырма беріледі, және тапсырмада барлығы 5 дискриптор болу керек. Бағалаудың түрін жазсаңыздар болады, мысалы құр дискриптор деп қоймай, мысалы дұрыс әдіс арқылы бағалайды, дискриптор арқылы өзара бағалайды деген түрлерін жазсаңыздар болады, или босой қалдырсаңыздар болады. Және ең соңғысы адал азаматпен біріктіреміз. Мысалы мен өзімнің тақырыбыма қараймын. Көрініс тапқан ғаламдық проблемаларды анықтау. Және де осының ішінде қайсысы жақын, соны мен таңдайтын боламын. Негізі барлығына кеп тұрған сияқты, бірақ мен тәуелсіздік дегенді, патриотизмді таңдайын, себебі Қазақстан деп тұрғандықтан. Так, создать задание деп басып күтеміз, осы жерде сәтті аяқталды деген батырмасы шығады. Сәтті аяқталды батырмасы шықты. Мына жерден тапсырманы бірден копировать етіп алсақ болады. Енді басынан бастап тексерейік. Пәні, сыныбы, тақырыбы, тақырып, мақсат барлығын көрсетіп қойған. Енді бізде тапсырма атауы,
яғни осылай кетіп тұр ғой жұмыс түрі. Тапсырма атауы өзі беріп тұр: Қазақстанның экожүйе соғысы ғаламдық проблеманың жергілікті бейнесі. Яғни бірінші тапсырма и мынау кетеді бізде. Сосын саралау түрін көрсеткен. Әлсіз оқушыларға осылай, орташаға осылай. Негізі бұл бізде мұғалімнің іс-әрекеті деген бөлімде тұратын сәті тапсырманың. Енді келесі: оқушыға нұсқаулықтар берілген. Кей ситуацияны оқып шығыңыз, тапсырманы талдаңыз, талқылаңыз. 8 минут. Сәтті орындау критериялары сізге беріліп тұрған. Ұсынылған шешімді рухқа, рухын нығайтуға қалай ықпал ететінін атап өту. Яғни бұл балаларға бағытталған осы тапсырма болып келеді. Рөлдерді көрсетіп қойған. Топтық жұмыс болғасын, талдаушы 1-2 оқушы, идея генераторы 1-2 оқушы, тұсау кесерші 1 оқушы болады. Жалпы уақыт 15 минут деп берілген. Енді мына жерде кей ситуацияға деп берген: Абай облысында үлкен аумағында шарпыған орман өрттеді. Арал теңізінің тартылуы облысының, яғни менің ғаламдық проблемалар Қазақстандағыны көрсеткен. Осы оларды шешу жолдары туралы ұсыныстарды дайындау тапсырылады. Енді соңында критериялардың өзін қараңыздар. Мына бетті сіздер оқушыларға шығарып бересіздер, және мына сәтті сіздер оқушының іс-әрекеті деген жерге жазасыздар қымыжда. Анықтау, түсіндіру, ұсыныс жасау деп біздің таксономиямыздың деңгейіне сай құрастырған. Рөлдерді бөліп берді. Және де ең бастысы бұл бізде критериялар мен дискрипторымыз болып келеді. Бұл жерде енді дискрипторларды ғана теріп қымыжға енгізсек болады. Кейде енді жиі болғасын артық та дүниелерді бізге жазып береді. Енді жалпы дискриптормен танысып шығайық. Мен сипаттайды, келтіреді, аргументтерді келтіреді, 2 аргумент келтіру, анықтайды, ұсынылған шешімдерді. Мінекей қараңыз, мына критерий 3 функционалдық сауаттылық деген Қазақстанның күнделікті өмірде немесе мемлекеттік саясатта қолдануды анықтайды. Мінекей өмірінде мемлекеттік саясатында қолдану мүмкіндігі. Яғни біздің функционалдық сауаттылығымыз қосылды. Екіншісі, мінекей тағы критерий құндылыққа байланысты қойып тұр. Негізі былай да қойсақ біздің қымыжымызға қате болмайды. Ұсынылған шешімдерді тәуелсіздікті нығайтуға, патриотизмді қалыптастыруға қосқан үлесін көрсетеді. Қандай тамаша бізге жазып берген тапсырмалары. Және де естеріңізге алатын болсақ, менде бұл жерде 11-ші сынып. Бірақ та бұл тапсырманың жиының түрі тереңдетілген болып келеді. Бұл қарапайым тапсырма емес, тереңдетілген креативті тапсырма болып келеді. Алдағы уақытта қарапайым тапсырманы бөлімін қосатын боламыз. Жалпы осы бөлімді де өздеріңіз жасап тексерсеңіздер болады. И қымыжға біз оны примерно қалай салып қоятын сәтімізді көрейік. Мысал ретінде қымыжыда бізде жұмыстың түрі, әдістің атауы, менде кейс ситуациялық әдіс болды. Сосын мінекей нөмір 1 тапсырма, тапсырманың аты мінекей жазылып тұр. Саралауды енді өздеріңіз білесіздер, керек па керек емес па. Сөйтіп бересіздер. Сосын мінекей оқушылардың іс-әрекеттеріне 1-ші тапсырма, ұсынатын жаңағы менікі мынау басқаша жазылып тұр, ұқсасы келтіріліп тұр. Мінекей балаларға уже жазып қойған жағына дейін. Одан кейін дискриптор бойынша жаңағыдай бағалаулар көрсетілген. Әрқайсысында ұсыну бойынша, естеріңізде болса, бір дискрипторға 1 баллды ұсынады. Бізде жалпы осы бізде жаңашылдықтар қосылды. Жаңағыны сіздер копировать ете аласыздар. Үстінде болды тетігі. Біздің енді сайтымыздың ішінде әртүрлі жиі құралдары, ойындар, аттестацияға дайындалу, дайын ресурстар, 3-ті модельдер барлығы кіріктірілген. Оның әрқайсысымен өздеріңіз танысып шықсаңыздар болады. Көптеген жасанды интеллекттер айлық подписканы ақылды түрде алып отырады. Ал біздің мектеп EI платформасына бір жазылсаңыздар, оны 1 жыл бойы пайдалана аласыздар. Яғни айлық емес, 1 жылдық бірден жазылым. Және қазіргі уақытта біздің тегін сабағымызды көріп отырған мамандарға осы айдың соңына дейін осындай жеңілдік жүруде. 1 жылдық жазылым бағасы мектеп EI платформасына 30 000 теңге болып келеді. Бірақ та 50% жеңілдікпен 15 000 теңге көлемінде болады. Осы бағада және де бірге қосқан кезде Canva Pro'ға доступ ала аласыздар бонусқа.
Осы сабақты соңына дейін қарап көргендеріңізге көптен көп рахмет. Егер де платформа ұнап жатса, міндетті түрде бізге хабарын беріңіздер. Ақпарат алам десеңіздер, қосымша сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде жазыңыздар. Біздің чатымыз сіздерге ашық, және де осы біздің тегін сабағымызды соңына дейін қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Басында айтқанымдай, тегін сынап көруге мүмкіндік ала аласыздар. Осы бір сыйлықты ертең-ақ сіздер алған білімдеріңізді сабақтарыңызда пайдаланыңыздаршы, балалардың реакцияларын көріңіздерші деген сіздерге өзімнің жалынды ұсынысым бар. Осы бір өтінішімді жай қалдырмаңыздар, міндетті түрде пайдаланып көріңіздер. Олай болса, біз осы сайтты тегін қолдануымыз үшін, біз сіздерге сайт сілтемесін осы сабағымызда да қалдыратын боламыз, WhatsApp-ымызда. Міндетті түрде өтсеңіздер болады сол сілтемемен, немесе кез келген браузердің осындай сайт жолағына жазатын болсаңыздар, сіздерге мектеп EI мектепкарт.kz сайты шығып тұрады. Сол сайтқа басатын болсаңыздар, так, бірден бізде осылай сайт ашылады. Және де сайтымызды тегін қолдану үшін сіздер мына жерде попробовать бесплатно батырмасын басасыздар, тіркелесіздер, мысалы өз есімдеріңізді жазасыздар. Аяулым, мысалы, номер телефондарыңызды екінші жолаққа жазасыздар. Мысалы, осылай номер телефондарыңызды және кез келген бір ағылшынша парольді жазасыздар. Өз ойларыңызбен зарегистрироваться батырмасын басасыздар. Егер де қазір осы бағаны пайдаланып қалатын десеңіздер, немесе осы 50% жеңілдікпен тіркелем десеңіздер, написать WhatsApp деп, WhatsApp-қа өтіп, регистрация жасай аласыздар, 1 жылдық подпискасын ала аласыздар. Ал егерде қазір тестлеп көремін, ертең тегін қолданып көремін, сабағында балаларыма көрсетемін, мастер-класста пайдаланамын дей берсеңіздер, продолжить платформуды басамыз. Және де сіздерге мінекей 2 күндік тегін осы мүмкіндіктердің барлығын пайдалану ашылады. Мысал ретінде, қайсысынан көрейік? Мінекей рефлексия, смайлики, мінекей барлығы ашылып тұр, істеп тұр. Астындағы и инструментыға өтсек, мына тілді ауыстырып аласыздар, қазақша, ағылшынша. EI мұғалімге өтсеңіздер, сұрақ жібере аласыздар. Яғни барлығы бізде істеп тұрады. Осылайша сіздер бұны тегін қолданып көресіздер. Жалпы назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде сіздерге платформа ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде өздеріңіздің кері байланыстарыңызбен бөлісіңіздер. Қош, сау болыңыздар.